Ассалаумағалейкум достар. Бүгін After Effects'ті үйрене бастаймыз. Мен де үйренемін, сіздер де үйренесіздер. Соны қолға ала бастадым. Бисмилля деп бастаймыз. New Composition. Осылай новый проект создавать етіп аламыз 5 секундқа. И осы жерде не бір кнопкалар бар. Оны оңайынан бастайық. Пока текст жазып үйрене берейік. Мына жерге жазайық. Жанболат Десигнер деп басамыз. Енді осы жерде бұлай үлкейту үшін бәрін белгілеп аламыз. И мына жерде шрифт, характер деген бар. И осыны бұлай бастап тұрып үлкейте аламыз. Көрдіңіздер ғой? И басқа түрі бар үлкейтудің. Мына жерде selection tool деген бар. Осыны алып, бүтіп үлкейтеміз. Егер ештеңе баспай үлкейтетін болсақ, мына дұрыс үлкейтілмейді. Дұрыс үлкейту үшін shift'ті басамыз. Көрдіңіздер ғой? Ал енді центрге қою үшін Alight деген кнопка басамыз. Мына жерде центрге қойып береді осыны. И характерге кірсек, осы жерде шрифт таңдай аламыз. Өзімізге ұнаған шрифт таңдаймыз. И осы жерде таңдап аламыз. Мысалы осылай. Көрдіңіздер ғой? Хоп, хоп, болды. Достар, осы After Effects үйрену бойынша бірінші сабақ. Мен де үйреніп жатырмын, сіздер де үйреніп жатсыздар. Құдай қаласа, жақсы motion дизайндар жасаймыз. Рахмет, достар. Поддержка беріп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаймыз.